Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мен бүгін араб тілін мен қалай үйренгенім жайлы бөліскім келіп отыр. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Және де бұл каналда мен араб тілі және мәдениеті туралы видеолар салатын боламын. Мектеп кезден бастап осы араб несін әліппесін деп айтсақ болады. Мұғалім Сәни деген кітап арқылы білетін боласыздар. Көпшілігіңіз сол мұғалім Сәни арқылы арабша оқуды үйрендім. Сосын кішкене жазғы лагерлерден сол Құран оқуды үйрендім. Және сол Құраннан бірнеше сүрелерді жаттап, солай араб тілін үйрену, араб тілін, яғни оқуды, Құран оқуды, былайша айтқанда Құран оқуды үйрендім. Сосын осы карантин уақытында 2021 жылы, қателеспесем, 2021 жылы карантин уақытысында мен сол Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Шаржадағы Әл-Қасимия университетіне тапсырамын. Және де сол университетке мен қабылдағаным жайлы бірінші сообщение алғаннан соң мен сосын былайша айтқанда усердно былай дайындалып бастадым. Арабша үйреніп, былайша арабша сөздер жаттадым. Біреулеріңіз білетін боларсыздар, Мединский курс деген по арабскому деген кітап бар. Сол арқылы арабша оқи бастадым. Жаңағыдай сөздерді, былайша айтқанда біраз сөздерді былай кішкене қысқаша андай хайуар дейді ғой, қысқаша диалогтарды солайша үйрендім. Сосын осы университетке келген кезде, бірақ мен ол жақ елде үйренген арабшам осы университетке келерге дейін сол қанша 3-4 ай былайша только кітаптан үйренген соң, ол былайша айтқанда неэффективный болды ол оқыған арабшам. Енді университетке келген кезде мен былайша айтқанда сөздерді білем, бірақ андай сол сөздерді қолдануының өзі маған қиындыққа туды. Мен түсінуім мүмкін, былай кішкене маған айтып жатқан нәрселерді түсінуім мүмкін, бірақ мен жауап айтуыма біраз қиындық соқты маған. Сосын осы бірінші жыл университетте осы жерде Марказул Лұғат деген бар, яғни языковой центр, былайша айтқанда. Сол языковой центрінде бір жыл тек қана арабша оқытады. Сол жерде мен бірінші жылымда енді барынша тырыстым. Бірінші семестрінде жақсылап оқыдым. Сабақтан қалмай, сабаққа барып, сабақтарға қатысып ұялмай солайша оқыдым. Сабақтан тыс мен өзім ютубтан ертегілер былайша айтқанда сондай контент қарадым арабшадан. Астында субтитрі бар, соны субтитрларын жазып, дәптерге жазып, сосын артынша қайталап, қандай білмейтін сөздерді соларды аударып, жазып, солайша қосымша мен өзім тоже заниматься еттім арабшамен. Солайша мен бір деңгейім жақсы болды, және бірінші семестр, Аллаға шүкір, жақсы үздік нәтижемен бітірдім. Сосын екінші семестрде мен жайлап уже бірінші семестрден кейін, яғни арабша сөйлеуім жақсы болды. Мен басқа да шетелдік осы жерде жүрген шетелдік африкалық бауырларымыз, Азиядағы басқа да мұсылман бауырларымызбен сол арабша сөйлей бастадым. Былай түсініп, былай кішкене сөйлеп, түсініп, базовый темаларда, былайша темаларда кішкене ойымды жеткізе алып бастадым. Былайша айтқанда сол, яғни менің арабша сөйлеуіме дейін, яғни 0-ден бастап, былайша айтқанда арабша сөйлеу деңгейге дейін, яғни 6 ай уақыт кетті. Примерно плюс-минус 6 ай уақыт ішінде, яғни мен былай орташа деп те айтсақ болады, орташа деңгейде сөйлеп бастадым. Осы екінші семестрде маған араб тілін дамытуға деген
ықпалын зор тигізген мен қолданған методтердің біреуі ол мен мультфильмдер қарай бастадым. Осы араб тілінде мультфильмдер және де мысалы үшін инстаграмда арабша көп контент ести бастадым, көре бастадым. Мысалы үшін әртүрлі уағыздар десек те болады, жаңағыдай контенттер көп араб тілінде, былайша айтқанда. Солар маған көп көре бастадым, соларды іздеп көре бастадым. Және де мультфильмдер да өте маған көп пайдасын көп тигізді. Мен мультфильмдерді жай ғана қарап қоймай, олар керекті көп кездесетін сөздерді маған мынау сөз маған керек, осы мағынасы қандай екен деп переводчикқа кіріп, соның мағынасын көріп, жай жазу алмасам да, жай ғана мағынасын бір көріп қойсам болды. Мысалы үшін ол бір рет ол менің немде есімде сақтап алдым. Мынау сөздің мағынасы, мысалы үшін мына сөздің мағынасы осындай екен деп. Сосын тағы көріп жатқан кезде, мультфильмді қайта көріп жатқан кезде, оны басқа мультфильмдерде дәл сол сөз қайталауы мүмкін. Ол определенно қайталайды. Сол кезде қайталаған кезде мен, егер де сол жаңағы сөз есімнен шығып кетсе, мен оны қайтадан переводтаймын да, сосын мен мына сөзді білетін едім ғой, мына сөз осындай еді ғой, мен бұны басқа мультфильмден көрген едім, осының сөздің мағынасы осындай еді ғой деп, кейін қайтадан есіңізге саған соң кезде уже осылайша қайта есіңізге түсірсеңіз, ол сіздің миыңыз автоматты түрде бұл керекті информация, бұл қайталанып жатыр деп, сіздің миыңыз бұны жақсы еске сақтап қалады. Сол үшін де менің осы жаңағы мультфильмдер көру арқылы, арабша мультфильмдер контент көру арқылы мен арабшамды зор дамыттым. Бірінші жылдың соңына дейін мен арабша мультфильм контенттерді көруді тоқтатпадым. И жыл соңына келген кезде мен группаластарыммен салыстырмалы түрде, яғни олар менің арабша деңгейіме таң қалды. Сен қалайша, сен бірге бастап едік, бірге жүрдік, сенің қалайша арабша деңгейін бұлай күрт өзгеріп кетті, күрт мықты болып кетті деп, олар да таң қалып қалды. Орта жайлы арабша, мысалы үшін мен осы жерде енді бұл университетте бір жақсы жері, көптеген ұлттар бар, университетте көптеген ұлттар бар. СНГ-ден де, яғни біздің орысша сөйлейтін СНГ елдерінен де балдар көп. Бірақ мен олармен де араластым, бірақ мен осы менің бізге ортақ тіл только араб тілі болатындай балдармен араласуға тырыстым көпшілігінде. Мен өзімдің арабшамды солармен практика жасау үшін солайша мен жасадым, және де араб тілін мен жақсы практиковать еттім деп ойлаймын. Осы да бір зор ықпалын, менің араб деңгейімді көтеруіне зор ықпал тигізді деп ойлаймын. Енді мен сол языковой центрді бітірген соң араб тілі факультетіне түстім. Енді қазір араб тіліндегі факультетіндегі ең соңғы жылым менің. Енді бастапқыда бұл факультетте әрине енді қиын болды, мойындаймын, шын керек. Енді осымен видеомызды тамамдаймыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл жерде алдыда араб тілі жайлы каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдыда араб тілі және мәдениеті, осы араб елдің мәдениеті туралы видеолар көп бөлісетін боламын. Осымен видеоны тамамдаймыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдыда араб тілі жайлы көптеген видеолар түсіремін әлі де. Және де университет туралы да видео түсіремін.